Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен қуырылған манты немесе қошан дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Ең алдымен жылы суға тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып езіп аламыз. Одан кейін ұнымызға дрожжыны салып, суымызды аздан құйып отырып, су майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық заттардың мөлшерін астында описанияда толығымен жазып кетемін. Қамырларыңыз қолға жабыспайтын, біртекті тығыз болып шығады. Иленген қамырды бетін жауып қоя тұрасыздар. Қамырымыз тыңғанша ішіне салатын салманы дайындаймыз. Мен ішіне салатын барлық заттарымды алдын ала турап дайындап алдым. Картошканы және капустаны 4 бұрыштап турап аласыздар, ал пиязды ет тартқыштан өткізген жақсы болады. Одан кейін ұсақтап туралған ет немесе фарш және қойдың құйрық майын қоссаңыздар керемет болады. Дәміне қарай қалауларыңызша тұз, бұрыш, приправаларды қосып және сұйық май құйып жақсылап араластырып аласыздар. Сонымен начинкаларыңыз дайын болады. Қамырды тындырмай бірден жасасаңыздар да болады. Шетінен кесіп аласыздар да видеода көрсетілгендей сәл білтелеп алып, ұсақ бөліктерге бөлесіздер. Кесілген әр бөлікті ұнға аунатып аламыз, барлығын бірдей. Одан кейін оқтаумен жаямыз. Жайған кезде барлық жағын бірдей емес, шетін жұқартсаңыздар болды. Ортасы қалың болып тұра бергені дұрыс. Түйген кезде начинкасы сыртына шығып кетпесе болғаны, жақсылап бекітіп түйсеңіздер болды. Қошанды түйеуде де айтарлықтай қиындықтары жоқ. Ішіне начинканы салғаннан кейін қамырды екі жағынан кезектестіріп жабыстыра бересіздер. Видеода көрсетілгендей. Қошандарыңыздың барлығын жасап болғаннан кейін жақсылап қызып тұрған майда бауырсақ қорған сияқты сыртын қызартып қуырып аласыздар. Және қуырылған қошандарыңызды бірден мантаваркаға сүзіп ала бересіздер. Дәл осылай барлығын қуырып алғаннан кейін мантаваркада 45 минут пісіреміз. Мінекей қошанымыз дайын. Бұл өте тойымды, өте дәмді тағам. Қасына кез келген тұздықпен берсеңіздер болады. Ас болсын.